Әссәламу алейкум, баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін асқабақтан ерекше тағам дайындайтын боламыз. Алдымен майымызды құйып, табамызды қыздырып, пиязымызды саламыз, жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылғаннан кейін етімізді салып, дәміне қарай тұз бұрыш салып, піскенше тағы қуырып аламыз жай отта. Асқабағымызды жуып және ішін қасықпен тазалап аламыз. Бет жағын кесіп, ішіне тұз бұрыш себеміз және көкөністерімізді картоп, оны тұздаймыз. Нығыздап салуға тырысыңыздар. Және шалған салдым, кішкене қойдың майы, ет пен пиязымызды салдым, картоп, сәбіз, тұздаймыз, шалған қайталап саламыз және етімізді салып, бетіне сиғанша көкөністерімізді саламыз. Және бетіне ең жоғары жағына қойдың құйрық майын салып, 1,5 сағатта 200 градуста пісіріп аламыз. Біздің тағамымыз дайын болды. Мінекей, өте дәмді әрі тойымды ерекше тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.